Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Санақ Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге осындай керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Және де менің YouTube парақшамда бұдан да басқа көптеген рецепттер түрлерін көре аласыздар. Бүгін осындай үй жағдайында қытырлақ донер жасайтын боламыз. Өте керемет сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз осындай жұқпалар, яғни донердің қамырын өзіміз жасайтын боламыз. Қамырымызға бір жұмыртқа және де су, тұз салып, жақсылап қатты қамыр илеп, июін 10-15 минут қандырып аламыз. Июі қанған қамырды бірнеше рет илеп, осылай кез келген бөлікке бөлесіздер. Мен осылай 3 бөлікке бөліп, яғни 4 бөлікке бөлдім, солай жайып алдым. Одан кейін қызып тұрған табамызға екі шетін жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Май құюдың қажеті жоқ. Осылай қызып тұрған табада екі шетін жақсылап қызартып пісіріп алсаңыздар болды. Мен осы барлық бөліктерін пісіріп алдым. Сосын міндетті түрде естеріңізде болсын, қамыр қатты жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта болу керек. Егер қатты жұқа болған жағдайда сіздердің лаваштарыңыз, яғни ораған кезде сынып кетуі мүмкін. Сол себепті қамырды қалыңдау етіп жайсаңыздар өте жақсы болады. Сосын ішіне салатын заттарымыз, яғни мен осылай етті жақсылап қуырып алдым. Міндетті түрде осылай ұзынша етіп жұқалап турап аласыздар. Одан кейін картошканы да дәл осылай ұзынша етіп турап, табаға, қызып тұрған табамызға екеуін бірдей қызартып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осылай жақсылап қызартып қуырып алыңыздар. Картошкаларыңызды да қызартып қуырсаңыздар, сіздердің донерлеріңіз өте керемет болып шығады. Үй жағдайында болған соң мен осылай картошка мен етті жақсылап қуырдым. Егер де сіздер дүкеннен чипси қоссаңыздар да болады. Осылай қуырып істесеңіздер өте керемет болып шығады екен. Мен қызартып қуырып алдым. Осылай енді оны суытуға жібереміз. Сосын огурцымызды жақсылап жуып, ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты да дәл солай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мінекей менде картоп, еті, қызанақ, огурцы және де қамыры дайын болды. Осылай астына кетчупымызды, сосын майонезімізді сеуіп, етімізді саламыз. Одан кейін помидор огурцымызды салып, қайта үстіне майонез кетчупымызды құятын боламыз. Егер де сіздер ащы қоссаңыздар да болады, если қоспай бөлек жесеңіздер де болады.
Осылай донерімізді екі шетін жинап, осылай бір орап аламыз, қысып. Одан кейін вафлицаны арнайы осындай донердің листін салып, алдын ала қыздырып, кемінде 5-6 минутта екі шетін жақсылап қызартып алатын боламыз. Егерде сіздерде үлкендеу таба болса, үлкендеу ет жасасаңыздар болады. Менде осындай кішкентай болғандықтан көлемі кішкентай донерлер шықты. Біріншісі дайын болғанша, екіншісінде осылай кезек-кезек жақсылап дайындап пісіріп алатын боласыздар. Мінекей достар, менің донерім дайын. Үй жағдайында жасалған донер өте керемет болып шығады. Әр жерде әртүрлі айтылады, енді мен донер деймін, ал лаваш десеңіздер де болады ғой. Мінекей осылай керемет болып шықты, қызарып қытырлақ болып пісті. Мінекей достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ас болсын, рецепті сақтап алыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін менің парақшама тіркеліп, көптеген менің рецепттерімді көріп, бағалап, қолдап, лайк, комментария басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Санақ Алтынай.